Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен табиғаттың ғажайып бір туындысы топырақ туралы қарастырамыз. Яғни топырақ және оның құрамы мен құрылымы туралы айтамыз. Топырақ ол биосфераның іргетасы, яғни фундаменті. Жалпы жер қыртысының өсімдіктер өсетін жұқа, жоғарғы, құнарлы бөлігі. Бұл топырақ. Яғни топыраққа бірнеше ассоциация айтайық. Жаңа айттым, ол биосфераның іргетасы деп айттым. Яғни топырақ болмаса биосферадағы тіршілік болмайды, іргетасы. Екінші, жалпы топырақтану ғылымының негізін салған ол Докучаев. Орыс ғалымы Докучаев, ұмытпаймыз, топырақтану ғылымының негізін қалаушы екен. Топырақты түзетін бірнеше компонент бар. Яғни топырақ қалай пайда болады? Бірнеше компонентті қарастырайық. Ол не болуы мүмкін? Біріншіден, ол тау жынысы. Екінші, ол жер бедері, яғни қандай жерде қалыптасады, жер бедері. Үшіншіден, климат, топырақ түзуші негізгі факторлар. Төртіншіден, өсімдік. Бесіншіден, микроағзалар, немесе ұсақ ағзаларды айтамыз, микроағза. Ары қарай кете береміз, мысалы жануарлар, сондай-ақ саңырауқұлақтар. Ол да бір патшалық болып саналады, білесіздер, саңырауқұлақ. Міне, осы айтылғанның барлығы өсімдікті түзуші компоненттерге жатады екен. Міне, мұнаны мен топырақ түзуші, кешіріңдер балалар, топырақ түзуші компоненттер деп айтуға болады. Құраушылар деп те айтамыз, Міне, топырақ түзуші компоненттер. Яғни, жаңа топырақтың не екенін айттық. Ол органикалық дүниесі бар, газы бар, су бар, температуралық режимі бар табиғи кешен екен. Оның бірнеше заттық құрамы бар екен. Немесе оны қалыптасуына не әсер етіп тұр? Немесе мен былай деп жазайын. Топырақтың заттық құрамы неден тұрады екен? Осыны біліп алайық. Топырақтың заттық құрамы. Бірінші, топырақтың қатты бөлігі бар екен. Қатты бөлігі. Ол дегеніміз не? Тау жыныстары, шірінділердің ұсақ бөлшектері, мысалы, құм, тас, осының барлығын топырақтың қатты бөлігіне жатқызуға болады. Екінші, оның газ тәрізді бөлігі. Газ тәрізді бөлігіне топырақтың балалар біз жалпы топырақ құрамындағы ауаны жатқызуға болады екен. Үшінші, әрине, ол топырақтың сулы бөлігі. Бұл топырақтың құрамындағы ылғал. Сонымен топырақтың заттық құрамы үшке бөлінеді екен. Ал енді жалпы сапалық құрамына қарай ыдыраған агрегаттық жиынтығын біз топырақтың құрылымы деп атаймыз екен. Ал топырақ ары қарай бірнеше топтарға бөлінеді. Мысалы, топырақтың заттық құрамы дедік. Енді мен топырақтың мына жерге қасиетіне қарай қалай жіктелетінін айтайын. Топырақ қасиетіне қарай балалар екіге жіктеледі екен. Біріншісі, ол құрылымды топырақ. Екіншісі, әрине, құрылымсыз топырақ. Құрылымды топыраққа анықтама бере кетейік. Яғни массасы әр түрлі пішіндегі және көлемдегі бөлшектерге бөлінсе, ол құрылымды топыраққа жатады екен. Ал енді топырақ тағы тығыздығына қарай бөлінеді екен балалар. Тығыздығына қарай біз былай бөлейік. Тығыздығына қарай да бөлінеді. Тығыздығына қарай біз топырақты төртке бөлеміз екен. Олар өте тығыз. Екінші, тығыз. Үшінші, борпылдақ. Төртінші, өгілгіш. Міне, тығыздығына қарай топырақты өте тығыз, борпылдақ, өгілгіш деп бөлеміз екен. Сонымен топырақты қасиетіне қарай бөлдік, тығыздығына қарай бөлдік және заттық
құрамына қарай бөлдік. Жалпы топырақтың бір қасиеті бар екен балалар. Оның қасиеті ол топырақтың құнарлығы екен. Жаңа біз айттық, биосфераның іргетасы жаңағы ең жоғарғы құнарлы қабат деп. Бұл топырақтың негізгі қасиеті, ол оның құнарлығы. Яғни келесі сабақтарда Қазақстан топырағы туралы айтқанда тағы қарастырамыз, топырақтың құнарлығы. Яғни оның құрамындағы қарашірік немесе гумус мөлшері екен. Ол топырақтың негізгі қасиеттерінің бірі болып табылады. Жалпы барлық топыраққа тән қасиет олардың құрамындағы әртүрлі минералды қарашіріндерінің болуы. Кез келген топырақтың түрі көп бар. Қара топырақ, сұр топырақ, міне солардың барлығының қасиеті, бір қасиеті, оның құрамындағы минералдың құрамындағы құнарлығы екен. Топырақ, яғни құнарлығы жоқ болса, ол ештеңе жарамайды деген сөз. Құнарлы топырақта ғана өсімдік өседі. Өсімдік бар жерде жануар бар, саңырауқұлақ бар. Одан кейін жаңағы біз айтқан өткен сабақтағы биологиялық айналым жүзеге асып отырады екен. Сонымен бүгін біз сіздермен негізін қалаған, ғылымның негізін қалаған Дәукечаев топырақтану туралы айттық. Топырақ жердің ерекше құрылымы екен. Оның заттық құрамына қарай, қасиетіне қарай, тығыздығына қарай бірнеше топтарға бөлінетінін қарастырдық. Тақырып сіздерге қызық әрі түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.